Сәлем достар, Үздік педагог каналына қош келдіңіздер. Сіздермен бірге Әйгерім Дәулетиярқызы. Назарларыңызға ұйымдастыру кезеңінде пайдалануға келетін 10 факт әдісін ұсынамын. Бұны сіздер сергіту сәті ретінде де қолдансаңыздар болады. Өз басым қолданып көрдім, сәтті шықты. Қызық па? Ендеше бірге оқиық. 10 факт. Сіздер қазір осыны оқып отырсыздар. Осы да факт па? Деп отырғандарыңыз анық. Сіздер 3-ші пунктті қалдырып кеткенімді байқамадыңыздар. Соны жаңа ғана тексердіңіздер. Сіздер жымидыңыздар. Әрі қарай оқуды жалғастырып жатсыздар. Тағы бір тармақты тастап кеткенімді байқамадыңыздар. Дәл қазір тексеріп жатырсыздар. Сіздерге бұл ұнап тұр. Барлығы 10 факт болу керек еді, соған мән бермедіңіздер. Бұл 12-ші. Мен сіздер туралы 10 факт білем. Істемейді ау, Қызық па? Ендеше бірге оқиық. Біреу оқысын, бастай қойсыз, алдында отырсыз ғой. Сіздер қазір осыны оқып отырсыздар. Факт па? Айзерен? Осы да факт па деп отырғандарыңыз анық. Жақсы, Тоғжан. Сіздер 3-ші пунктті қалдырып кеткеніңізді байқамадыңыздар. Ары қарай, Арнер. Соны жаңа ғана тексердіңіздер. Тербет. Сіздер жымидыңыздар. Жақсы, ары қарай, Алтынай. Әрі қарай оқуға жалғастырып жатырсыздар. Жақсы, әрі қарай, Айсұлтан. Тағы бір тамақты тастап кеткенімді байқамадыңыздар. Рахмет, әрі қарай, Нұрислам. Дәл қазір тексеріп жатырсыздар. Әрі қарай, Мансұр. Сіздерге бұл ұнап отыр. Әрі қарай, барлығы 10 факт болу керек еді, соған мән беріңіздер. Бұл қанша? Рас па? Осындай келіп ма сіздерде? Жақсы, рахмет. Әрі қарай кетті. Сіздерге ұнады деп ойлаймын. Пайдаланып көріңіздер. Комментарий мен лайкты аямаңыздар. Сау болыңыздар.